Саламатсыздар ма балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөздегі дыбыстар түрлерін ажыратып, дұрыс дыбыстай алу. Назарларыңызды балалар бейнероликке аударыңыздар. Қандай әріппен таныстыңыздар? Кәне қайталайықшы бәріміз. Дегеніміз электр, жарық үшін керек бұл. Ал балалар, тапсырманы орындаймыз ба? Ендеше шашылған буындардан сөз құрау керек. Кәне кім тез құрайды екен? Қандай сөздер құрастырдыңыздар, кім айтады? Экран, щетка, телефон. Жарайсыздар балалар. Енді келесі тапсырмам жұмбақтың шешуін шешу керек. Өзі тым күшті, жерді қазып бітті. Ол не? Экскаватор. Дұрыс айтасыздар балалар. Екінші жұмбағым. Көкшіл айна үйдегі көрсетеді киноны. Ол не? Экран. Дұрыс таптыңыздар балалар. Ал енді балалар, ермек саздан әрпін жасап көрейікші. Келесі тапсырмамыз дөңгелек бейнесінен әрпінің пішінін қолыңды үзбей саусағымен жүргіз. Кәнеки істеп көрейікші балалар. Жарайсыздар. Енді балалар мені мұқият